мынау себепсіз қудаланып репрессияға түскендерді ақтау осы басталды. Бұл өте дұрыс нәрсе деп есептейміз. Жерде комиссиялар жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде бізде мына Семейдегі азаматтар, университет маңайындағы басқа да азаматтар жұмыс істеудеміз. Енді бұл сұраққа келетін болсақ, толық ақталды деу қиын. Ақталмаған адамдар бар. Болуы әбден мүмкін. Бір шамасы ақталған, бірақ соның өзінде де қаншалық толық ақталды, соған көңіл аудару керек. Алаш қайраткерлері мен алаш қозғалысына қатысушылардың есімі, олардың биографиялық деректері толығымен белгілі деп айта алмаймыз. Өйткені бізде осы күнге алаш қайраткерлердің жалпы саны қанша, мысалы 5000-ға жуық деп жалпылама айтылып жүрген бір ауызша дерек бар. Сол 5000-нің ішіне кімдер кіреді? Жоқ әлде олардың ішіндегі ірі қайраткерлер, мысалы Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы болса, сол осындай есімі белгілі тұлғалардың биографиялық деректері барлығы қарастырылған, біршама зерттелген, олардың шығармашылығы, мұрасы, қайраткерлігі, қоғамдық атқарған қызметтері барлығы зерттелген. Соның өзінде біз сол тұлғалардың өзінің бүкіл биографиялық деректері толыққанды зерттелген, әр жылының, әр кезеңінің өмірінің қай кезеңде өткен, қай жерде өткен, нақты оның архивтік деректері қандай деген кезде кейбір сұрақтарға жауап бере алмай қалатын тұстарымыз да бар. Енді 90 жылдары, 94 жылдары Кеңес Нұрпейісов ағамыз сол кісінің дерегі бойынша 200 қанша алаш қайраткерлер болған еді. Ал қазіргі таңда олардың ұзын саны 2800-ге жетті. Бұл тұрғыдан келгенде алаш қайраткерлерін ақтау, алаш қозғалысына қатысқандарды ақтау әлі де жалғасуы тиіс. Және бір кезеңдік мәселе емес, бұл біршама ұзақ уақыттық, мерзімдік мәселе деп қарастырған абзал деп ойлаймын. Жалпы ашаршылық тарихы 37-дегі аштықтан кейінгі қасіретті жылдардың барлығының тарихын жан-жақты тәптіштеп қатқа түсіріп, оған бүгінгі уақыт тұрғысынан үлкен сараптама жасалса, ол ертеңгі тарихқа, ертеңгі ұрпаққа үлкен сабақ болар. Өйткені біздің жалпы әлемдегі кез келген ұлт өзінің өткен тарихынан сабақ алуы тиіс. Ендеше біздің жалпы осы мемлекет ұстанып отырған саясаттың ішінде өткенімізге үлкен құрметпен және қасіретті жылдардың болашақта қасиетке айналуына жұмыс жасауға жасалып отырған жағдай деп түсінуіміз керек. Енді өткенімізден сабақ алмайынша біз болашаққа дұрыс бағыт ұстана алмаймыз деп ойлаймын. Сол себептен де бүгінгі осы өңірлік комиссиялардың жұмысына да мемлекет тарапынан мән беріліп жатса, сол жергілікті басқару әкімшілік жүйесінен қолдау көрсетіліп, қаржы шешіліп жатса, нұр үстіне нұр, және бұның ертең қатталып, барлық жинақталған тарихнаманың барлығы бір ізге түсіріліп, сараптама жасалып, жұрттың қолына кітап болып жетсе, яғни онда еңбектің еш кетпегені, ғалымдардың маңдай терінің ертең үлкен бір қасиетке айналу деп түсінемін. Әрине, биыл енді былтырдан бастап дейміз үлкен көтеріліп жатқан мәселе саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау туралы комиссияның, яғни бұйрығымен, шешімімен сәйкес біз Алашорда үкіметіне қатысты алаш қайраткерлерін жаңағы ақтау туралы мәселені біз үлкен жолға қойып отырмыз. Бұл деректе біз 100 жылдық тарих бар деп айтсақ артық емес. Бұрынғы Семей облыстық архиві қазіргі таңда қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығы деп аталады. Бұл орталықта алаш
орда үкіметіне қатысты бірнеше құжаттық деректер сақталған. Яғни қазан төңкерісіне дейінгі кезеңді біз есептемегенде, қазан төңкерісі өткеннен кейінгі, яғни нағыз үлкен жаңағы қозғалыстардың белең алған кезінде алаш қайраткерлерінің жұмысы өте қарқынды алға қарай ілгеріледі. Бұл туралы біз орталықтағы жаңағы Семей губерниялық атқарушылық комитетінің қорынан және де Семей губерниялық шаруалар комитетінің қорынан және де губерниялық халыққа білім беру қорынан, губерниялық сот деген секілді бірнеше қорлардан кездестіре аламыз. Осы уақытқа дейін Семейдегі мұрағат қорынан шыққан бір деректе 1920-21 жылы шыққан список лиц, подлежащих к задерживанию деген құжат шықты. Жаңағы тергеуге алынсын, іздеу салынсын деген тізімнің ішінде Әлихан Бөкейханұлы, Халел Досмұхамедұлы, Тұрағұл Абайұлы, Ике Әділов, Қаражан Үкібаев секілді алаш қайраткерлері менен меценаттарының есімдері жүр. Енді сол есімдерменен қатар олар ол тізімге неге ілікті ол жылы? Қандай жағдай оған себеп болды? Бұны бір анықтау керек болса, екінші осы тізімнің жанында дәл сол секілді Алаш Арденис немесе Киргиз деген жаңағы жанында түсініктемесімен тағы да бір белгісіз есімдер бар, қазақ есімдері бар. Осы есімдер кімдер екен? Біз оларды да назардан ысырып алып тек қана білетінімізді ғана алып, білмейтіндердің барын тастай бермеуіміз керек. Бұл есімдер дәл сол жылы сол Әлихандарменен қатар бұл тізімге неге ілікті екен? Олар кімдер екен? Бәлкім олар да осы алаш идеясының насихатталуына қызмет етіп жүрген біз білмейтін белгісіз есімдер шығар. Сол есімдердің, ол есімдер кімдер екенін анықтау үшін сол тұлғалардың биографиялық мәліметтерінің барлығын қайта қарастыру керек болды. Сондықтан бұл тұрғыдан келген кезде жұмыс деген өте көп, және ол ақырындап болсын енді өзінің бастапқы нәтижелерін беріп жатыр деп айтуға болады. Осы комиссия жұмысы басталғалы, енді бірнеше архивтің, оның құпия архивтерде бар, оның ішінде және бұрын құпия болып кеп кейін ашылған құжаттар да бар. Сол бағыттарда жұмыс жасап жатырмыз. Енді оның ішінде ақтаңдақ мәселелер, бұрын тарихтың ғылыми айналымға шықпаған материалдар, деректер, құжаттар өте көп. Өкінішке орай тағы бір айта кететініміз, кейбір құжаттардың жойылып кеткені. Мысалы, мен Алматыдағы мемлекеттік архивтен цензураға байланысты материалдарды қарадым. Мысалы, біз қазіргі айтып жүрген цензураға ұшыраған еңбектер білеміз біраз еңбекті, ал ол біз білмейтін еңбектер қаншама. Біздің қазақ интеллигенциясының, кеңестік кезеңде қызмет жасаған қазақ интеллигенциясының өздерінің әрбір айтқан сөзі, әрбір есебі, тіпті мысалы айталық Қаныш Сәтбаевтың ғылым академиясында отырғандағы әрбір есебі сол цензураның жаңағы бақылауынан өтіп отырған, немесе кез келген еңбектің, тарих ғылымы саласында қаншама еңбектің шығып тұрғанда баспадан қайтып алып 500 мың данаға дейін қайта жойылып жібергені, осы жөнінде өте көп материалдар бар, және оны біз алып отырмыз. Осы комиссия жұмысы барысында, осы кеңестік кезеңдегі тек қана қазақтың интеллигенциясы, қазақтың қарапайым халқы қуғын сүргінге ұшыраған жоқ, қазақтың рухани мәдени мұрасы да қуғынға ұшырады. Біз оның бір шамасын білеміз дегенмен, негізінен көп нәрсені білмейтін заттарымыз әлі де көп. Алаш қайраткерлерінің ұрпақтарының тағдыры бұл дәл қазіргі таңда аса қатты зерттелмеген, тың жатқан тақырып деп айтсақ болады. Мысалы, біз алаш қайраткерлерінің әлі толық тізімін жасай алмай отырмыз. Енді олардың ұрпақтарының тізімі демек толыққан жасалған жоқ деген сөз. Бұл бір. Екінші, олардың өмірі, тағдыры, олардың сандық көрсеткіштері, өмірлерінің сапалық көрсеткіштері қандай, тағы да белгісіз мәселе. Біз олардың қаншасы қай жылы туды, қалай қайтыс болды, қуғын сүргінге ұшырады ма, қысым көрді ме, жоқ па, мұның барлығы әлі зерттелмеген тақырып. Мысалы, 30-шы Әлжановтың ұрпақтары. Міне жан жаққа бытырап кеткен мынау
Әмина Ақмұрзаева деген кісінің ана жылдары Мұқан Төлебаевқа байланысты еңбегі шықты. Мұқан Төлебаевтың сонда Әмина Ақмұрзаева келіні. Сонда бұл кісі кім? Бұл кісі мына Отыншы Әлжановтың немересі. 6 жасырған. Отыншының атын атамай жеңгелері Ақмырза дейді екен, сол лақабаттан сөзіне фамилия жасаған. Әмина деген мүлдем басқа атты алған. Сөйтіп соныменен оқу бітірген. Документінде, құжаттарында солай алған. Содан Алматының педагогикалық училищесін бітіріп келгенде Лепсіге бөлінген, Лепсіге келіп, сол жерде қызмет істей бастаған. Соның тағдырын жазуыменен мына Мұқан Төлебаевтың інісіне тұрмысқа шыққан. Жаңағы міне сол кісінің ұрпақтары бар. Мұқан Төлебаевтың да жаңағы інісінің де Әминадан туатын. Сонда қарасақ, міне Мұқан Төлебаевтың ана кісі кітабын жазды. Енді қарап отырсақ, сол Отыншының ұрпақтары әркім әр жаққа кеткен. Ең аяғы мына балалары репрессияланған 30 жылдардың аяғында. Міне осындай тағдыры бар адамдар осылардың естелігін жинау керек. Барларымен сөйлесу керек ұрпақтарының. Бұл бір ғана адам емес, көптеген адамдарды қамтитын, енді біраз уақытты алатын жаңа жұмыс. Бұл мемлекеттік комиссияның қазіргі күні қолға алынуы әрине бұл өте маңызды. Өйткені өзімізге белгілі алаш сияларының қоғамдық саяси қызметі еліміз тәуелсіз қалған кезден бастап кешенді түрде терең зерттеуге қолға алынған. Бірақ дегенмен де біз толықтай сол алаш қозғалысының қайраткерлерінің өмірі, олардың саяси қоғамдық қызметі, шығармашылық мұрасы толық зерттелді деп айта алмаймыз. Осы жағынан алғанда бүгінгі күні өңірлік комиссияның толық үйлестірумен әрбір өңірде жүзеге асырып жатқан зерттеу жұмыстары мынау мұрағат қорларындағы, соның ішінде тек қана республика көлемдегі мұрағаттар емес, сонымен бірге мынау Ресей Федерациясындағы, Мәскеудегі, Орынбор, Омбыдағы мұрағаттарда, көршілес елдер мынау Өзбекстандағы мұрағаттар, облыстық мемлекеттік мұрағаттардағы осы алаш сияларының саяси қоғамдық қызметін ашып көрсететін жаңа мәліметтер жинастырылуда. Енді осы комиссия бойынша мен қазір Қостанай облысы бойынша жұмыс жасап жатырмын. Оның ішінде әртүрлі бөлімдер бар. Ең бастысы қарастырған кезде, мысалы, сол кездегі саяси жағдаймен баға берген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қазіргі саяси жағдаймен мүлде баға беруге болмайды. Одан кейін ұстап берген, атып берген адамдарды әшкерелеуге де болмайды. Өйткені ондай жағдайға қалай, не үшін барған білмейміз. Сол кездегі саяси жағдайда қандай болғанын білмейміз. Мысалы, бір ауылдың ішінде бір адамды ұстап беруі мүмкін деп, оны ұстап берген адамды қаралауға да болмайды. Өйткені оның да басында қандай жағдай, қандай күн туып тұрғанын да білмейміз. Мысалы, 1928 жылы Қазанда Ғазымбектің ағасы Жақып Дәуренбековтің конфискацияға ұшыраған құжатын тауып алған болатын. Сол құжатта, мысалы, істің басы қасында Бекболатов жүрген. Бірақ енді ол Бекболатовты қаралауға да, оны бұндай жағдайға не үшін барған деп кінәлауға болмайды. Сол себепті ондай тергеу жұмыстарын жүргізген кезде ұқыптылықпен, сол кездегі саяси жағдаймен баға берген дұрыс деп есептеймін. Жалпы мен өзімнің зерттеп жатқан тақырыбым Нәзір Төреқұлов 1928-36 жылдарға дейін Хиджазда, Саудовская Аравияда елші болып қызмет етіп жатқан кезінен кеңестік биліктің сұрқия саясатынан
36 жылы мына неге елге шақыртылып алып 37 жылы 3 қарашада ату жазасына кесілген болатын. Осы 36 жылдан бастап 37 жылға дейінгі кезеңде осы Нәзір Төреқұловқа саяси қуғын-сүргін құрбаны ретінде кеңестік биліктің саясаты жүргізілді. Расында біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдық қарсаңында мемлекетіміздің ішкі сыртқы және барлық негізгі институттардың жұмысын күшейту мақсатында біз кешегі тарихымызға үңілуіміз керек. Ол әрине егемендіктің негізі бұл Алашта жатқандығын бағамдауға тиістіміз. Сондықтан Алаш кезеңіндегі тарихта, Алаш кезеңіндегі әдебиетті, Алаштың жалпы болмысын, оның идеясын, тәуелсіздік жолындағы күрескерлік рухын жақсы түсінуіміз керек. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге архив керек. Сондықтан осы бағытта президентіміз айтып өткен нәрсе, бұл архив құжаттары барлығы ашылу керек. Бұрынғы соңды құпия болып келген құжаттарға еркіндік берілу керек, және олардың барлығы да ғалымдардың қолына түсу керек деген ой айтылды. Себебі ғалымдардың қолына түскен құжат ол ғылыми айналымға енеді. Сол арқылы оқу жүйесінде жалпы қоғамға өте үлкен пайдасын тигізері анық.